Өзінің кішкентай тілі шықпаған қызына қиянат жасауы, ол жаңағы оқырман ретінде оқып отырған кезде сол кәдімгі адамға қатты әсер етеді. Мен енді сын айтуға келген жоқпын ғой біріншіден. Жоқ, айта беріңіз. Бізде мынадай нәрсе бар. Осы бір хабар жасайтын болсақ, аяғын жерге тигізбей мақтаймыз, ол мүмкін жетпей тұрған жерде бар шығар. Оқиғаның ортасында әдемі сен артында бір ана үйдегі бір төбелестерде бір сенбей қалатын тұстар бар, ондай болады енді. Мен жалпы шығармаға кірсем деп ойлаған кезде балықтың жайынан, теңіздің жағдайынан хабарым өте аз болды. Тынымбай ағасы бар, жерлесі, және бұл жігітке ұнайды. Енді Тынымбайдың айналасында қаузап жүреді деген секілді. Қайырлы күн, әдебиет порталының көрермендері. Жансосар бағдарламасының бүгінгі саны прозаик Абай Аймағамбеттің жақында ғана жарық көрген Толқынды күткен бала повесін талдауға арналып отыр. Бүгін біздің студиямызға осы кітапты оқыған оқырмандар, бір жағынан қаламгер жігіттер келіп отыр. Таныстырып жіберейік. Мирас Мұқаш, прозаик, Жәнібек Әлиман, ақын, Қанат Әбілқайыр, прозаик, және біздің осы кітаптың авторы, бүгінгі кештің иесі деуге болатын автор Абай Аймағамбет, прозаик. Қош келдіңіздер, қонақтарымыз. Рахмет. Біз енді әдебиет порталы Жансосардың бірінші санында Алқа клубын шақырдық, екінші санында Шолпыны шақырдық. Екеуінде де қазақ классиктерінің, яғни ертеректе жазылған шығармаларды талдағаннан кейін, үшіншісі сәл ерекшелеу болсын деп, бүгінгі прозаға қатысты әңгіме өрбітейік деп, әдейі бір жағынан кітапты көрерменге таныстырайық деп, осы Толқынды күткен бала деген жаңа шығарманы алдық. Сіздерге рахмет келгендеріңіз үшін. Ендігі сұрақты мынадан бастайық. Осы отырған үш қонағымыз оқып шықтыңыздар. Ең бірінші кітапты оқып болғаннан кейін жапқанда бір ой қалады ғой адамда. Содан бастайық. Кімде қандай бір ерекше әсер, әлде бір ой қалды ма? Бұл кітапты алғаш соңғы нүктесін қойған кезде, соңғы нүктесін қойғанға дейін кітаптың ерекшелігі деп айтар едім. Оқып отырған кезде мына ішіндегі жаңағы оқиғалар бойынша жаңағы зертхана бар бұл жерде. Сол зертхана зерттеп кеттім. Жаңағы оқып отырған кезде бұл қандай зертхана деп, бұрын біз бұны неге тереңірек үңілмегенбіз деп, жаңағы оның деректі фильмдерін көрдім, одан кейін көркем фильм түсірілген екен, соны көріп, оқып отырып, бүкіл тек қана Арал трагедиясын емес, бүкіл жаңағы әлемдегі зерттеу жүргізіліп жатқан жердегі айналада тұратын жаңағы елді мекендердің, ол жердегі адамдардың тағдырына үңілесің да. Өйткені су арқылы бүкіл жаңағы адамзаттың проблемасы айтылады бұл жерде. Арал арқылы біздің сонысымен ерекше. Содан кейін маған қатты әсер еткені бұл жерде тек қана сол аралдың төңірегіндегі адамдардың тіршілігі баяндалмайды. Бұл жерде аңыздар да айтылады. Бұл жерде сіз түрлі әскери техниканың бар екенін білесіз. Ертегі еніп кетесіз. Сан түрлі жаңағы ойға берілесіз. Сонысымен ерекше бұл кітаптың құндылығы деп есептер едім мен. Сондықтан маған кәдімгідей жақсы әсер етті. Мен Аралды ойлай отырып, одан кейін ары қарай Балқашты ойлай бастадым. Егер ертең мысалға Балқаштың айналасында да үлкен бір дүниелер шалынатын болса, ол Балқашқа да әсер етеді ғой.
сондықтан кез келген ондай жаңа зерттеу нысандары экологияға, адамзатқа қаншалықты кері әсер ететінін кәдімгідей адам оқырман толғандыруы тиіс деп ойлаймын. Сондықтан бұл кітаптың ерекшелігі осында деп есептеймін. Кез келген шығарманың айтар дүниесі не дейді, мәтінасындағы оймен және кітаптың бетінде біздің оқып жатқан ойымыздың несін қараймыз ғой, күш қуатын қараймыз. Ең алғаш енді біздің інілердің жазып жатқан бұл енді повесть деп атапты, бірақ меніңше роман деген жанрға келеді. Бұл жерде дыхание, тыныс тарылып қала ма, айтатын ойларды бағанағы кең көлемде, кең тыныспен, мына эпостық дейді ғой енді, сондай жармен, сармен үлкен көлем дүниені айтып шыға ала ма деген кәдімгі автормен таласып оқып бастадым. Содан алғаш сөйлемдерден бастап риза болғаным, кібіртіктеу байқалған жоқ. Енді кібіртіктеу байқалған жоқ, содан кейін анау қайталанып оралғанша батыстан шығысқа пойыздар жүріп жататын еді деген секілді бір жағдайлар бар. Бір үлкен кусок баланың ішкі толқынысты ойлар айнала келіп отыру арқылы бағанағы тыныстаудан арман ашу дүниесін байқалды. Одан кейін жаныма тағы да мәтінастарындағы біраз дүниеге жетелейтін аңыздар бар. Аңыздардың алғашқысын атасы айтады, ертегі бітпей қалып ұйықтап қалады деген секілді. Аңыздың алғашқысы айтылған кезде мен алғашқы оқып боласаған кезде абайдан сұрадым. Абай, мен мұна тосын дүние болып отыр. Енді біздің ертегі сарын бар болуы мүмкін, бірақ ішіндегі айтылып жатқан дүниелер мен бұрын соңды кездеспеген бір мотив. Содан абайдан сұраймын, қаяқтан алдың деп. Өзім шығардым дейді. Бұның өзі үлкен дайындықпен келгенін көрсетеді. Жалпы романдағы бағана Мирас айтып отқан Капстин ярдан атылған бомбалардың біздің қазақ жеріне түсуі, одан үлкен қасіреттердің туындауы, бұл енді ұлттық қасірет қой. Одан сыр тартылып кетті, енді метафоралық жағынан қарасақ. Содан кейін Арал қашып баратыр, оны бір бала күтіп жүр. Арал деген ол баланың анасын айналып кетуі мүмкін саналық тұрғыда деймін де. Осындай бір жақсы әсерлерін қалдырды. Болашақта енді біздің буын қазір біздің інілеріміз үлкен шығармаларға қалам тербеп жатыр. Бұның нәтижесі алдағы 10 жылдықтарда, 20 жылдықтарда нақты көрінеді деп ойлаймын. Жаңағы эксперимент алаңына айналғандығы ғой енді. Ол былай аша алған кезде оқырман ретінде байқап отырсаңыз, жалпы ақ кемеге ұқсаттық, иә? Мысалы біз Момынқұлды көрдік бұл жерден деген сияқты, Шалды көрдік, баланы көрдік, баланың жалғыздығы, жаңағы бүкіл ақ кеме желді, кемені күтетіндігі барлығы сол. Сонымен қатар анау баланы күтетін балаға қайталанып отырады ғой, жаңа батыстан шығысқа деген үлкен мотивтар ғой негізі ол шығармаларды алатын. Бұл Айтматовта ғана емес, жалпы анау Боранды бекетінде де батыстан шығысқа, шығыстан батысқа пойыздар ағылып жататын деген сияқты. Онда да бала келетін, бұндағы бүкіл толқындар осы балаға тілеулес болатын деген осындай қайталаулар. Бұлар жалпы лирикалық шегін сияқты, лиризмді адамзаттың бойына сіңіру арқылы. Жалпы бала дегенді бұл жерде халық деп алуға, халық та сондай қорғансыз ғой. Жалпы бала қорғансыз да бұл жерде. Ешқандай әкесі өліп қалған, шешесі кетіп қалған. Бұл жерде шешесінің образын опасыздық деп қарауға болмайды. Әлеуметтік астары қалың да, әлеуметтік астары қалың өте. Ақтауға болады. Ақтап алуға болады да шешені өте. Сосын сонымен қатар бұл жерде шешенің әйел образы қалың, өте нәзік құбылыс. Әйел образы әдемі ашылады. Шеше тастап кетіп қалып тұр ғой баласын. Ол әлеуметтік астары терең, қатпар, мың қатпарлы. Өйткені әке өліп қалып тұр. Әкенің өзі қандай жағдайда өлгені, табиғи ахуал
ана жердегі ахуал бөлек те. Мысалы үшін жай бір қалыпты темір жолдың бойы емес, я бір өркениеттің шеті, анау өркениеттен алыстауырақ жер. Сонымен қатар бала қорғансыз халық сияқты да, бір баланы бала деп те алуға болады, халық деп те ала салуға болады да. Сонымен қатар ертегіге сенетін, мысалы үшін қазір түрлі ертегілерге сеніп келе жатқан халықтар ғой. Қазақ деп алса да болады, басқа халық деп алса да болады. Сонымен қатар өзінің оның құндылықтары бар, жаңағы неге жетсем деген арманы бар. Бірақ оның да қимайтын нәрселері бар. Арал тұр, туған жері тұр. Ана жерде атасы тұр, бүкіл қатпар құндылықтар, қазақтың өтіп кеткен өмірі, анау кім екеуі жаңағы бірінші аңға алып шығады ғой, балық алып шығады. Соның бәрі, ол сол балық алып шыққанның өзінде ескі үрдіс қой, келе жатқан теңізшілердің 1000 жылдық дей ма, 100 жылдық дей ма, келе жатқан бірінші қансонарға алып шыққан сияқты баланы алып шықса, жаңағындай не жарылады, ана жақта сынақ жүріп жатады, тура соған сәйкес келуін көрмейсіз ана сынақтың. Және де ол сынақтың бәрі бала бейсана өткеріп жатыр да, оның бәрін біліп жатқан жоқ, жарқ ете қалды, әйтеуір бір нәрсе жаңағындай апат екенін білмейді. Халықта тура солай, ана жерде Семейде полигон жарылып жатыр, мына жерде Аралда да жүріп жатыр, бірақ халық өмір сүріп жатыр ғой. Жауапкершілік жоқ та балаға. Ол жаңағы кімнің де несінен көруге болады, жаңағы Мәметжан бет, анау баланы ұратын. Ол да жауапкершілік алмайды, анау бала өсіп жатыр ғой жанында. Ол тіптен анау көрші бала жаңағы баланы ғана емес, өзінің қызына да жаңағындай жауапкершілік танытпайды. Енді ол ортадағы билік сияқты Мәметжан. Ал жоғары билік ана жақта сынақ жасап жатқандар. Олар тіптен шаруасы жоқ, халықты жәндіктемейді. Ана жақтан Ресейден келген зерттеушінің өзі бір табиғат Пирюлинді айтасыз ба? Пирюлин. Иә, Пируев пе сол. Ол да сол жәндіктерді зерттеуші бір нәрсе да. Енді былай қарағанда адамзаттың тағдырын алаңдап келген, бірақ енді ол да бір жәндік зерттеуші, бір-бірімен ұшқасып кеткен дүниелер ғой. Ал ана жердегі аңыз әңгімелердің жосыны тіптен керемет. Ана баланың несі аңсары, жаңағындай үлкен адам болу, үлкен неге жету ғой. Қаланы бір көрсем деген арман, ол оқимын деген дүниесі, ол да оған бір ертегі сияқты. Мына жағы да ертегі, мына жағы да ертегі. Сонда өзі бала қорғансыз, ешқандай бір құдайдың ғана несімен тұрған, жаңа халық сияқты, біздің ел сияқты, жаңа құдайдың ғана бір қағуымен періштесі қағып келе жатқан бала солай кетеді да, бір керемет сондай дүниелер бар, негізі үлкен астарлар бар бұл жерде. Жүйенің құрылымы сипатында көріп отырсыз. Иә, астары сұмдық деп ойлаймын мен, солай қарауға болады. Ал әйтпесе сол қалпында мәтіннің өзімен ғана қараса, онда белгілі бір оқиға болып қалады. Олай да әрине, ол өз сол қалпында қабылдаса да, ол қасіретті бәрін айтпай беріп тұр да, аралдың қасіретін. Былай әр жағын үңіліп қарасаңыз, терең ылғи үлкен дүниелермен ұшқасып кеткенін көреміз. Жәнібек, жақсы айттыңыз. Енді осы жерде біз осы мүмкіндікті пайдаланып, автор келіп отыр ғой, сұрақтарымызды да қояйық. Мысалы, маған жаңа айттық та, бұның ішіндегі эксперименті, біз білмейтін, білсек те ат үсті білетін нәрселерімізді, сосын жазушының зерттегені көрінеді. Яғни балықтың атауларына дейін, мысалы, балықшылардың өздерінің кәсіби бізге таныс емес нәрселерді. Енді осы оқиғаны қалай ойлады екен абай? Неден бастады? Бірінші ой не болды осыны жазам дегендегі? Не әсер етті, не түрткі болды деген нәрсені сұрайық абайдан. Біріншіден, бұл тақырыпты таңдаған кезде біздің алдымызда үлкен жазушылар арал тақырыбын жазды ғой бірнеше рет. Көпшілікке мәлім Әбдіжәміл ағамыз, сосын Сайлаубай Жұбатыров деген қаламгер үлкен ақсақал ағамыз бар. Қызылордада тұрады ол кісі. Ол кісі Абыржы деп аталатын үлкен трилогия жазды арал туралы. Әбдіжәміл ағаның енді соңғы парызы мен қан мен тері оқырман қауымға жақсы таныс. Бұдан бөлек те арал туралы көптеген деректі әңгімелер, Серік Байқонов ағамыздың басқа да қаламгерлердің біршама қалам тартқан белгілі. Сондықтан кішкене бір толқыныс сияқты ма, бір қобалжу сияқты нәрсе болды осы тақырыпты алатын кезде.
бірақ біз енді аралмен жапсарлас өлкеде туып өстік Қазалыда. Дегенмен солай бола тұра арал тақырыбын көп білмейді негізі. Аралдықтардың өзі теңізді жақсы білгенмен де жаңағы возрождениені, барса келместі терең біле бермейді негізі. Мен осы тақырыппен айналысып сұраған кезімде үлкен кісілердің өзі біздің алдымыздағылар білмесе біздің онша хабарымыз жоқ деп сөйтіп отырды мен барған кезде. Сондықтан ол тұрғыда жаңағы деректі фильмдерге, мақалаларға, ғылыми материалдарға сүйенуге тура келді. Ал енді тақырып бұл өзіміздің туған жердің алдындағы бір парыз сияқты жазғаным дұрыс секілді деген сияқты ой болған бір 2-3 жыл бұрын. Сөйтіп алғашқы жобасы басталған тәуекел деп. Кейін мен аралға барып келіп жүрген кезде осыны зерттеп былтыр әдеби панорама жобасы басталды да, соған бейімдеп жіберейінші, соған қатысып, тақырыбы да барлық кеп тұр екен деп сөйтіп осы жобаға соның шеңберіне сыйғызып жібергенбіз. Ал енді шығарманың өзін жаңа айтқандай тек теңіздің тартылуы ғана емес, оның жанындағы полигонның зардабын айту ол енді қажет болды. Ол енді қажеттілік болды. Себебі біз Семейді айтамыз әдетте, бірақ негізі шындап келген кезде аралдың экологиялық зардабы соған жете қабыл деп айтуға болады, Семейдің зардабына. Бұл жақта жаңағы үлкен жер асты бомбалары, сутегі бомбалар жарылмаса да, бірақ соған пара-пар дүниелер болған. Ал енді мұнда көркем шығарманың ішінде оның бәрін дізіп егжей-тегжей айтып өту мүмкін емес қой. Ол енді көркем шығарма болғаннан кейін қатты бір міндетті емес болуы мүмкін. Ол енді кейін бір ғылыми жобаларда айта жатар. Ал енді сол арқылы оны беру керек болды. Бірақ жаңағы айтқандай, оның өзін аралдың тұрғындары, үлкен ақсақалдар ғана ептеп айтты. Кеме айдаған, балық аулаған кісілер. Бірақ қазіргі жергілікті тұрғындары оның өзіне онша хабарсыз. Сондықтан бұл ретте жаңағы кәдімгі фильмдерге сүйенуге тура келді. Фильмдер, одан бөлек көптеген орыс тілді материалдар бар бізде. Қазақ тілінде онша жоқ, шыны керек аралдың тақырыбы. Орыс тілінде көп зерттелген, көптеген дипломдық жұмыстар жазылған, диссертациялар қорғалған. Аралдың тақырыбы, ондағы жәндіктердің жағдайы, тартылуы, полигон туралы. Соның барлығын зерделеп шыққаннан кейін жалпы картина пайда болды деп айтуға болады. Тақырыбы өте баланың сәтті алған ше. Бұл жерде енді қаламгердің өзі таңдауы ғой. Баланы алғанда бұл халықтың өмір бойғы аңсары, мысалы үшін ертегілерді қарасаңыз да, жырларды қарасаңыз да үнемі сенім ақталмай қалады ғой халықтың негізі. Бір нәрсеге сенім артады. Мына балада да солай да үнемі арманы да аңсары да биік, өте аңсары таза, пәк, арманы да биік, керемет, өте қағылез, алғыр бала ғой былай қарағанда. Құдайдың бір берген қасиеті бар бойында және де. Табиғатпен сырласады. Сондай ерекше бала. Бірақ ылғи несі орындалмай қалады. Сонда да ананың тауан шағылмайды, тау шағылмайды. Сонда да сенетті ана. Халықтың енді мыңжылдық ертегілер, шығармалардың ең биік ертегі дейді ғой, мысалы үшін. Онда да халықтың сенімі ғой, мысалы үшін. Ең керемет дүние. Бұл жерде бала деген бір халықтың бүлінбеген сенімі, көңіл сияқты ше, мынандай үлкен мыңжылдан бері қалыптасқан, ана мыңжылдық ертегілердің бәрі келе жатқан атасының айтатын ертегісі. Және оны ортасына келгенде ұйықтап қалады ғой, бала үнемі аяқталмай қалады ертегі. Өйткені белгісіз да бұлыңғыр ана жерде өз ауылдың тұрғынының өзі. Айшоқы деген атаудың өзі айдың шоқысы, яғни айда тіршілік жоқ қой. Осындай бір-бірімен ұшқастырып алсаң, поэтикалық тұрғы кете береді. Сонымен қатар әйелдің образы бұл жерде бір тереңірек ашылған дүние, мәтін астында жасырынған дүние. Сәлиманың жаңағы өмір бойы тепкі көргені, яғни ана жерде ахуал дұрыс болмағаннан кейін бір нәрсе баланс бұзылғаннан кейін, яғни ол жердегі адамдардың да Сәлиманың өзі, тағдырының өзі жаңағындай қандай керемет адам, мейірімді адам, Мәметжанның тепкісінде үнемі не былай кете алмайды, не былай кете алмайды, бұлқынып үзіп кете алмайды. Соның бәрі ал енді мына әйелдің тағдыры, баланың анасының тағдыры ғой. Ол керісінше былай өріліп жатыр. Сонда яғни бала мен әйелдің
жанағы жан дүниесіне дүниенің жарықшақтары көп сызат түсіреді да, сызат түсіп отырады да, үнемі сызат түсіп отырады. Екеуінің де суға кетіп қалатыны сол ғой ең артында. Яғни бұлар ер адамдар жүр, енді ана жерде шалдың несінде жаңағы атасы ғой, үнемі сурет салады, жаңағы толқынды біз қайтарамыз деген өздерінің үлкен сағынышы, үміті, жаңағы ең аяулы жүректеріндегі аял арман деп алуға болады ғой. Сурет салады, жаңағыны кім Мәметжан деген оңбаған кеп жыртып тастай береді ғой, ылғи кеп әлімжеттік жасап текпілеп. Сол Мәметжанның образы қызықтау Ерменеде бар секілді. бұндай дүние, мысал үшін. Онда да үлкен проблема Исабековтің ана кім өміш пет, омаш пет. Омаш. Ол да анау баланы келіп, онда да баланың көзімен беру деген бұл бір үлкен, яғни бала деген ол үлкен ақыл иесінен гөрі ақыл иесі деген ол жаңағының бәрін қалыпты жағдай деп қарау мүмкін, не болмай жатыр деп. Ал енді бала деген бұл бүлінбеген сондай ұлттың өзінің жаны тұрған, генетикалық коды бәрі ана баланың тұр орнында. Керемет қабылдауы бәрі, көруі. Анада да бала құсты өлтіріп жаңағы өміш деген қыл жаңағы нетіп береді ғой. Сондай зұлымдықтың бәрі осы баламен жаңа әйелдің жан дүниесінен өтіп жатады ғой, үздіксіз. Ал қалғандары мен тарқатып айта алмай отырмын. Баланың үміт сенімі болғанда осы Сәлима ғой негізі. Иә. Ұзақ уақытқа дейін соны сүйреп келген. Өйткені ақырында сондай бір жандарындағы жақындықтан Құтқарсам деген не болады ғой. түсіне кіреді ғой мысалы. Осы ең соңында болатын оқиғаның бәрін бала түсінде көріп алады ғой. Сіз бір нәрсе айтайын деп жаттыңыз, Қанат. Жоқ, мен кімнен сұрайын деп отқам, Мирастан. Мәметжанның образына не дейсің, ана жынды нені жыртып тастайтын, бағанағы жасырынен барып көретін. Яғни өнердің сиқырын айтқысы келеді да, атасы бұл жерде суретші болады ғой, керемет. Енді керемет болмаса да суретші дейік, иә. Ол суретті сала мүмкін осы біз осылай суретті, Аралдың суретін салғанда бұрынғы арнасына қайтар дейді. Ана бала соған сенеді, және де сол сенімінің бәрі түсінде ғана болады. Яғни өмірде болмайды, ол ешқашан болмайтынын атасы біледі. Бұл жерде өнердің де тіршіліктің, яғни тек қана адамның рухы жеңілмей, жаңа рухымен жеңуін сондай бір үлкен астарлар бар да. Адамның рухы тіріде тұрады деген нәрсе Иә. ғой, орнында деген ғой, енді өз орнында деген. Сонымен қатар Сол соны арқылы тірі деген. болмаған дүниенің өзін жасап алуға адам қабілетті дегенге бір табан жақындатады сондай ойға ше. Иә. Сену арқылы. Иә. Ұлы сенімдер ғой. Енді ананың бәрін қарап отырсаңыз, маңайдың бәрі жаңа зұлымдықтан не көрген ғой, теперіш дейміз бе, соқ қалған адамдар ғой. Анау кімнің, Одыраңбай әйел дейді ме? Одыраң дейді. Одыраң әйел. Одыраңдаған әйел дейді ғой. Соның бәрі соққы көрген. Бұның бәрі бірақ дәрменсіз, ана ненің бәрі процесс жүріп жатыр. Жаңа сынақ алаңы, мына жақта ана тартылып жатыр, ана жақта сынақ, ана жақта жаңағы үкіметтің адамдары ылғи бір. Ал енді аналар, мыналар бір бейкүнә адамдар бақылаушы сияқты құр қарайды да, жаңағының бәрін көреді, өткереді жан дүниесінен. Бірақ оларды ескеріп жатқан жаңағы, олар тіпті адам деп жатқан не жоқ, сәуле жоқ ешқандай. Сонда да олар, яғни ана өнерге сүйеніп, әйтеуір жаңа Алланың несіне сүйеніп, үмітке сүйеніп, өздерінің үмітіне сүйеніп өмір сүріп жатыр да. Үлкен трагедия ғой негізі қарағанда. Енді ол жаңағы абай айтып отыр ғой, елдің алдындағы не деп, бұл жалпы бүкіл Арал арқылы басында айтқандай ұлттың тағдырын, трагедиясын беріп отыр ғой. Ұлттың ғана емес, одан биіктеп бүкіл адамзаттың трагедиясы деп айтуға болады. Жаңа Мәметжанға байланысты. Мәметжан сияқты озбыр жаңа прототиптер кез келген қоғамда бар. Олар болған және бола да береді. Біз жаңағы біреудің малын ұрлап келеді, бүкіл елге қиянат жасайды. Ол бүкіл елге қиянат жасаған былай тұрсын, ана кішкентай балаға қиянат жасаған былай тұрсын. Өзінің кішкентай тілі шықпаған қызына қиянат жасауы,
ол жаңағы оқырман ретінде оқып отырған кезде сол кәдімгі адамға қатты әсер етеді. Сен басқа нәрселерді де ойлап отырасың ғой, жаңағы сынағы бар, басқасы бар, бірақ ана кішкентай ғана тіршілік иесі ана жердегі қыз, ол сөйлей алмайды. Оны да жаңағы сен баланы халық деп алып отырған сияқты, ол қызды да халық деп алуға болады мысалға. Бір халықтың өкілі ол да. Ол үндей алмайды бірақ. Соған ана бала қамқор болғысы келеді, соны аялағысы келеді, соны ойнатқысы келеді. Жаңағы Салима соған үміт артады, мына қызымды қарайды, ойнатады деп. Бала Салимаға үміт артады. Жаңағы бір-біріне үміт артқан дүние ғой, тіршілік қой. Сол жаңағы елеусіз бір мекендегі бір тіршілік иелерінің жаңағы бүкіл жаңағы болмысын, солардың жаңағы портретін осы кітаптан жақсы алуға болады. Сол жерден күшті бір жиынтықтары бар. Озбыр адамның да, қамқор атаның да, жаңағы әйел тағдыры да, бүкіл жаңағы қазақ әйелінің қайраткерлігі деп айтуға болады шығар. Өйткені бір әйелдің тағдыры арқылы бүкіл жаңағы біздің қазақтың аналарының теперіш көргені, көнбістігі, соның бәрі сол жерде айтылады. Қазір бүгінгі заманда айтылып жатқан жаңағы әлеуметтік дүниелердің бәрі сол жерде сол шығармадан табуға болады. Ең бұның құндылығы кітаптың. Сондықтан қазір Құдайға шүкір бізде әдеби дүниелер көп шығып жатыр ғой. Жақсы біздің бауырларымыз, замандастарымыз керемет дүниелер жазып жатыр. Бұның жаңағы жақсы жеңіл оқылатындығы, бұл енді тілге байланысты, жазушының шеберлігіне байланысты дүние. Кейбір шығармаларды, мысалы кейбір кітаптарды басына ашасың да, бір тарауын әрең жүрмейді ол. Қанша өзіңіз тырысқанымен осыны оқиыншы, тақырыбы қызық екен, айтар ой қандай екен деп оқығың келеді, бірақ ол алға қарай жүрмейді. Сол бұл кітаптың ерекшелігі оқырманға жаңағы, егер болашақта оқырман, мен көріп отырған оқырман осы кітапты алсын деген негізгі айтар ойым, бұл кітап өте жеңіл оқылады. Соның ішінде жаңағы бүкіл біздің қазақтың арал арқылы бүкіл қазақтың тағдыры, трагедиясы, бүкіл халықтың мұң-мұқтажының бәрі ішінде бар. Озбыр адамдары. Бізде кім жақсы дүние айтып отыр, Мирасша, кез келген адам, кез келген жазушы, қаламгер алғаш жазғанда әрбір жазған шығармасы кезең-кезеңімен бір өсу үрдісінде болады. Біреулер 50-ден асып барып, 60-тан асып барып классикалық шығармалар жаза бастауы мүмкін. Біреулер жас кезінде өте бір не дейді, уытты, баяғы аяғынан нық тұрған әңгімелермен көрінеді. Бірақ кейін бәсеңсіп болады. Содан біз өмір бойы сол жалт етіп жас кезінде көрініп, сонан кейін әдебиетке ештеңе бере алмай қалған азаматтардан үміт күтумен ұзақ уақыт өлтіріп алып жатамыз. Бірақ енді 40-қа келген кезде менің көзім жеткен бір ақиқаттар бар. Бұл үздіксіз іздену, үздіксіз және формада болу, үздіксіз әдебиетке беріліп, енді ақша төлемейтін, болмаса бір жақсылығы көп тие бермейтін жұмысқа жеккен адамдардың жаман болған көрген жоқпын әлі. Енді абай інім ғой менің, бұл менің жақсы сөзіме мұқтаждығы да жоқ шығар, бірақ баяғы 5-ші жатақханадан бастап кітабы болды, Білте шамның жарығы, одан кейін бір жарты адам қалғанда деген анау несі детективтік шығармалар болсын, кезең-кезеңмен өсіп келе жатыр. Мысалға, біз енді сырт көз болғаннан кейін былай бақыладық та, Тынымбай ағасы бар, жерлесі, және бұл жігітке ұнайды, енді Тынымбайдың айналасында қаузап жүреді деген секілді. Бұндай сындар маған да айтылған, Бердібектің айналасында қалады деген секілді ше. Енді Бердібектен асу қиындау ғой. Тынымбайдан асу бұл кісіге де қиындау. Алты үлкен бір асқар тау тұр. Бірақ сол бір жерден жол тапқан осы романы деп айтамын мен. Қайтадан роман деп айта берейін, повесть деп қойыпты ғой. Жол тапқан байқатқан секілді болып сезіледі. Сосын сөйлемге орашолақ қарау деген дүние бұған дейін Абайда ғана емес бәрінде болған. Содан кәдімгідей айыққан. Кәдімгі жауапкершілікпен, сау саналы көзқараспен
кәдімгі өзін нақты жазушы екеніне сеніп отырғаны. Бізде қазір бір қызық дүние бар, әдеби дүниелерді, енді спойлерде болып кетпесін, талқылаған кезде біз өзіміз оқығанымызды айтамыз да, бірақ ол көрерменге қалай әсер етеді деген, болмаса біздің айтқанымызбен оқып кете ма деген секілді. Осы дүниені бұзу үшін бәлкім бұл романға келердің алдында Абайдың шығармаларын, бағанағы шағын әңгімелерін оқып өтте келуге болады. Яғни кез келген жаралаған дүние жауапкершілікпен қарап келе жатыр, және жасы бізден 7-8 жас кіші, яғни мүмкіндік әлі алда үлкен туындыларды береді деп үміттенеміз. Себебі мынандай бір ракурстар бар, 30 жастан 40 жасына дейін Әбіш Кекілбаевтар негізгі жазатындарын жазып тастады ғой. Және сондай потенциалдарын ашуына тілектеспіз. Былайша айтқан кезде. Енді осы жерде Қанат сізге сұрақ қояйын. Роман жазған автор ретінде. Шынымен де повесть деп атапты. Қазір енді бұрын ары қайтып семіз шығатын еді, қазір керісінше болғаннан кейін неге сөйтіп атамады екен деп те ойладық. Бірақ меніңше осы дұрыс. Екінші айтайын деп отырғаным, жаңа сіз дұрыс айтып отырсыз, енді 5-ші жатақхана ол енді балаң уақыты адамның. Одан кейінгі бұрылысқа жартық адам қалғанда бұл криминалдық проза деген кезде детективтен гөрі енді жалпы қылмысты, бұнда Абай басқаша болды шынымен. Бұны біз оқыдық. Одан кейінгі Білте шамның жарығы Абайдың қаламының қуаты анық көрінді. Осы жерде көрінді. Өте жақсы әңгімелер бар оның ішінде. Енді бұл жолғысына ол басқаша кетті шынымен де. Біз біреуді біреуге ұқсатқан жақсы көреміз, әйтпесе бір оның ажарын аша алмай қалатын сияқты көрінеміз. Бірақ мына аңызда айтып отырған кезде мысалы Кекілбаев сияқты болып кете ме деп ойлап қаласың. Бірақ олай болмау керек негізі. Бұл мына нәрсе ғой. Мысалы шығарманы бастап оқып жатқан кезде мен өзім аралды көргем жоқ. Бірақ теңіздің толқындары бір-бірімен былай қозғалысы сол құлағыма келіп жатқан сияқты болды. Сосын өйткені басында толғап басталады ғой, жаңағы желде бәрі де баланың досы да, мысалы сырласы, баланың ол ішкі дүниесінде бүкіл нәрсесін соларға айтатындығы, сосын әсін толғап келетінді. Осы толқын басында қалай бар, соны аяғына дейін ұстап отырады. Енді сізден сұрайын, жалпы құрылымына қатысты, ішкі желісіне қатысты бір жетпей тұрған жерлер бар ма? Жетпейді. Мен енді сын айтуға келген жоқпын ғой біріншіден. Жоқ, айта беріңіз. Бізде мынадай нәрсе бар. Осы бір хабар жасайтын болсақ, аяғын жерге тигізбей мақтаймыз, бұл жерде біз авторды емес, шығарма туралы айтайын деп отырмыз. Оның жақсы жағын көріп отырмыз. Мүмкін жетпей тұрған жерде бар шығар. Одан Абайдың деген құны кеміп, сөзінің бәсі түсіп қалмайды ғой, шығарма ертең оқырманға кетеді, оның несі бар, несі жоқ екенін көргенімізді, байқағанымызды айтайық. Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бұл мынандай мәселе, енді бұған дейінгі жазған, болмаса өзің айтып отқан романыма қатысты да, соңғы романға қатысты да өзім оқыған кезде кемшіліктерін көріп отырмын. Одан кейін кемшіліксіз, мінсіз дүние болмайды. Содан тағы бір осыдан 5-6 жыл, 10 жыл бұрын жазған әңгімелерін қайтадан жазғым келетін бір ішкі психологиялар бар. Бұл адамның ішінде, кәдімгі кез келген қаламгердің ішінде өз-өзіне көңіл толмау деген дүние мәңгілік тұру дұрыс қой, ол болу керек. Және бұл дүние Абайдың өзінің де ішінде болуға тиіс деп ойлаймын. Негізінде кез келген адам мына оқырманнан гөрі өзіне үлкен сыншы болады. Мысалға, енді кемшілік емес, және сізге мысалға қазір біз бұнда пікірталас басқаша болып кетеді. Сізге бағанағы толқындар сездіріп тұрған қайталанып отыратын мотивтерді мен бәлкім қысқалау алар ма едім, мысалға деймін де. Енді бірақ сізді бағана толқытып тұрған дүние сол. Сіз оны жатып қолдайсыз. Мен бәлкім 3-4 бір мынандай штрихтық дүниемен қайтып айналдырып келетін болуы мүмкін да. Енді ол
мен сөйтті, мен солай ойлаймын, бірақ бұл жазушы ретінде басқаша ойлауы мүмкін Абай деген секілді. Бұл поэтикалық жағынан тұтастығына көмектесіп тұр да бұл? Негізінде көмектесіп тұр, бірақ енді оны 2-3 штрихпен аласың ба, болмаса бізде мысалға Оралхандық дүниелер бар. Оралхан ана әңгіме басталғанша арындап қаншама дүние айтады. Әлгі сөзде төгіліп жатады, бір өзен, тау, тастан құлап жатқан сияқты әңгімелер мақса. Ол менің жас кезімде 30 жасқа дейін шығар, оған 25 жасқа дейін мен Оралханшыл болдым. Ал қазір мен психологиям өзгерді. Кім болдыңыз? Мен қазір ондай дүниені оқи алмайын деген сияқты ше. Енді Абайдың бағанағы түгелін емес, жалпы айтып жатқаным ғой. Сол секілді Абай психологиялық тұрғыда кезең-кезеңмен менің ойлайтын дүниеме ол да келеді. Болмаса мен Төлен ағалардың, Дулат ағамыз қайтыс болып кетті ғой, енді Бексұлтандардың ойлау деңгейінде емеспін қазір деген секілді ше. Сондай танымдық дүниелерге болашақта тағы бір қарайтын шығар. Мысалға менде ақырын өткеннен бастап сөйлемдерін оны өзгеріп жүрмін өзім Романов деген секілді. Бұл біз Әбжамыл атамызды аса бір осы көп түзей береді деп айтамыз ғой. Бірақ негізі дұрыс дүние сол кісінің екен. Ана әкімнің бір естелігін оқыдым жақында, Темірғали Көпбаевтың. Енді ана кісінің жан пида етуі. Сол секілді штрихтарды, кейбір дүниелерді реттейтін шығар. Реттегенде өзің көзқарас дұрыс деп тапса деген сияқты ғой. Мирассыз прозаик сол, сіз не айтасыз? Мысалы, менің ойымша, Абай кейін осыған қайтып келіп, бұны үлкен романға айналдырып жіберу мүмкін бе деп ойлаймын да? Мүмкін бе? Әрине, өйткені бірақ енді кейіпкер қайтыс болып кетті. Кейіпкер қайтыс Оны тірілтіп алуға шеберлігі жетеді деп ойлаймын. Екі шаңызды қосып жіберді. Кейіпкердің анасы кетіп қалды ғой. Анасы қайтадан ауылға оралатын шығар, қайдан білесіз. Анасы тағы бір кішкентай баламен оралатын шығар. Ол да белгісі ғой. Сондықтан енді басқа нәрсеге кетпей-ақ қояйық, бірақ жаңа сұрағыңызға байланысты. Жаңа қандай еді сұрағыңыз? Сына деп отырмын ғой, соны мен ақырын кемшілік қайткен күнде бар кемшілік. Ол кез келген дүниеде андай болады. Айта бер. Тілде неде демей-ақ қойық, мысал үшін жақсы жетелеп отырады оқығанда роман. Айттым ғой, лирикалық несі басым, жаңа қайталау арқылы, жаңа Қақаң дұрыс айтып отыр, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды деген сияқты. Жоқ, анада қысқа қайталаулар өте жақсы, ол адам орын-орнымен тұр желпіндіріп отырады да. Бірақ енді ана аңыздардың, ертегілердің, әрине оның бәрі жастық максимализм бәрі болады бұл жерде деп ойлаймын. Сонымен қатар оқиғаның ортасында әдемі сен артында бір ана үйдегі бір төбелестерде бір сенбей қалатын тұстар бар, ондай болады енді. Үлкен дүние болғаннан кейін бұл және де мынау әдеби панорамада көлем деген сұмдық дүние бар ғой. Соны мен оның бәрін кешіріммен қарадым. Ал ондай нағыз сыншылдық көзбен қарасаң, онда бұтарлап тастап олай болмайды ғой. Жалпы шығарманың өзі көтеріп тұрған жүгі, орындалуы, сонымен қатар жаңағы осындай үлкен әдеби нелермен қарағанда, ішкі өзегімен, ішкі жүлгесімен қарағанда оның бәрі жай ақтап аласың, жай ғана. Ал енді былай кейбір жерлерінде аяқ жақтарында көрінеді, мысалы үшін ұзатып алғаны бір оқиғаларды ше. Сосын ана не орында қайта өте терең зерттеген ана тақырыпты, маймылдарды әкелгенін бәрін жіті зерттеген, оның бәрі керемет. Содан бері қарай арт жағына келгенде кішкене созып алған жерлері бар, ол бірақ ана оған дейінгі көркемдігі, оған дейін оқырманды жетелеп әкелумен қарағанда ол жуылып шайылып кететін дүниелер деп ойлаймын. Жадыра, мынандай дүние ғой, мен Шахан шеріне осы соңғы жылдары қайтадан бір оқыдым да, кімді. Сонда таптап келе жатыр енді, кәдімгі шапқан аттай Мағауин керемет қой. Содан кейін келеді, ана жол барысын қаншама дүниелерін айтып келгеннен кейін тоқтайды да екінші бөлімге өтеді. Соны өткеннен кейін мен ойлаймын, қазір мынаны арын қарай дамытады, арын қарай кетеді. Мен білмеген дүниені оқимын. Содан кейін тағы ол бөлім бітеді, одан кейін тағы не қылады, оқырманды алдайды. Арын қарай Мағауиннің өзі, бағанағы жолбарысты білуде қиын ғой енді. Соның ар жағын
ол кісі зерттеген жеткен жеріне жетті да одан ары қарай ол кісінің де мүмкіндігі болмады деген секілді ше. Бұл жазушылықта ішкі жағдайларды, кейбір дүниелерді осыны түсінуіміз қажет. Мысалға біз қаламгерлік көзқараспен қараймыз ғой. Бағанағы кімдердің айтып отқан, Жәнібектердің айтып отырған осындай мәселелер, бұл тонкий мәселе, ол кез келген адамда болады. Яғни ақырын өту, маневрлар жасау, болмаса психологияның әлгі ондыққа ұрып жіберетін кезде дүниені таппай қалу деген сияқты дүниелер. Ол әрқайсымызда болады, әрқайсымызда бар дүниелер. Бұл жерде деп сосын ойлаймын. мынандай нәрсе бар ғой. Баланың көзқарасымен береді ғой бүкіл әлемді, көрдіңіз бе? Иә. Сондықтан ертегінің қолданылуы бұл жерде жаңағы былай қарағанда фантастикалық дүниелердің орын алуы бұл өте заңды да, орынды дүние. Олар жақсы. Олар әдемі келген. Осы тұрғыдан алып кетеді де өзін өзі ақтап алады. Ана кім жаңағы бегім сұлу, ана суға кетіп қалуы, ана бір ғашықтардың аралға баруы, тас Иә, анау сондай Құзаршынның аты, Құзаршынның аты, сондай дүниелердің бәрі. әрқайсының тарихы, иә. Сұрағыңыз есіме түсті. Жаңағы нені кейбір суретшілер болады ғой, бір суретші бар дейді, кәдімгі картинаны салып біткеннен кейін оның бетін жауып қояды екен. 2 айдан кейін ашып қайтадан қарайды екен. Жаңағы Абай ол дүниені кейін үлкен толықтыру мүмкін ба деген жерде қазір мына толық әлі ашылған жоқ деп ойлаймын мен. Жаңағы Возрождениенің айналасындағы дүниелер, жаңағы құпия материалдар әлі толық ашылмаған сияқты деп ойлаймын. Солар ашылған кездерде, бір ашылатын кезеңдерде Абай бұл шығармасы қайтадан оралуы мүмкін деп ойлаймын. Өйткені жаңағы оқиғалар өзгеруі мүмкін, тағы бірдеңке. Бұл Абай бәлкім басқа осы тақырыпта бірақ басқа бір шығарма жазуы да мүмкін деп ойлаймын да. Мына Возрождение демекші, осы шығарманы оқып отырған кезде Абайдың әжептәуір кәдімгідей өскен байқалды. Жас адам ғой, бірақ бәрібір де сосын екінші мына көре алу деген нәрсе бар да, сезгірліктен бөлек бұл. Мысалы, шығарманы мысалы көрген кезде қай жағы басып тұр, мысалы қай жағы көтеріп тұрады да. Бұның ішінде жаңа мистикаға да орын бар, философия да бар да, мысалы жол арасында кететін. Жаңағы аңыздардың оның өзінің рөлі бар, көтеріп тұратын. Оқиға бар мысалы. Сосын желі-желі қылып алып кетіп отырғандығы. Енді жаңа Возрождениеге мен ол жерде кино көрген сияқты болдым. Сосын көбірек көргім келді. Бірақ енді тез қайтты ғой енді. Өйткені оқиға бойынша солай болу керек, дұрыс, иә? Бірақ оқырман ретінде сен тағы сұрақ қойып қояды сенде. Енді жаңа балаға қатысты мен байқап отырмын, Жәнібек өзі ақын болғаннан кейін өзі лирикаға жақын, сол кеңістіктегі адам болғаннан кейін сол жақпен қарайды да, көзі өте жақсы байқап отыр. Енді жаңа баланың кейде ол бала да, бірақ кейде ол дана, кейде ол үлкен адамның сөзін айтады, үлкен адам құсап көреді. Сосын кейбір жерде психикасында бір нәрсе бар сияқты көрінетін жері бар. Мысалы, Сәлима ұйықтап қалған кезде бақылайтындығы, еркектік бір нәрсесі оянатындығы, мысалы, ол өйткені ол анасын дұрыс көрмеген баланың әйелге қатысты бір екінші жағына оның арманы да тезірек өсіп Сәлиманы алар едім, немесе Сәлимаға көмектесер едім, оңбағаннан құтқарар едім. Иә. Сонда осы нәрселерді қараған кезде мен бұны автордың шеберлігі жетпей қалды деп, сондай қылып отыр деп мүлдем ойлаған жоқпын. Керісінше автор баланы әртүрлі қалыпта көрсете алатындығы, ол бала деген ана Рахымжанның шығармаларындағы теңізге тіреліп отыр дейді ғой, теңіздің тамағына тіреліп отыр дейді ғой, айналдырған бір 3-4 үйді. Сол сияқты ғой, бұлар өзімен өзі қалып қойған ен далада отырда, баланың көретін үлкен кісілер, көз алдында болып жатқан нәрселер, мысалы, баланың психологиясына әсер етеді деп ешкім именіп отырған жоқ ол жерде. Ол бәрін көріп, көз алдында болып жатқаннан кейін де кейде ересек адам сияқты қарауына, шешім қабылдауына тура келеді да, осы жерде өте жақсы алып шыққан. Сосын анау ішінде бәрі араласып жүргеннен кейін де мистикасы бәрі бастан аяқ иландырды, енді шынын айту керек осы жерін. Енді
бір сенбей қалған жерлеріңіз бар ма, мысалы балаға қатысты? Бала деген бұл жерде баланың деңгейіне түсу емес, баланың деңгейіне көтерілу керек деген бір керемет данышпанның сөзі бар ғой. Сондықтан мына жерде бала деген бұл бала балалықта қалып қойған бала емес, ақымақтықта. Бұл жердегі балалықты, яғни есі кірмеген балалық деп айтуға болмайды. Яғни бұл есейген балалық. Еті қатпаған, сүйегі қатпаса да, белгілі бір деңгейде, жаңа айтып отырмын, халықтың арман аңсары сияқты, бұл тазалығын сақтай отырып есейген адам сияқты қабылдауға болады да бұны. Яғни баланың көбіне үлкен адамның еті өліп кетеді да, баланы еті мысалы үшін жаңағы қалыпты ретінде қабылдап кетуі мүмкін. Ал бұл жердегі бала есейген, сана сезімі көп көрім есейіп қалған, яғни қабылдай алатын, яғни көп жерде білімі, ақылы жетпесе де түйсікті сонда ерекше бала ғой, көрдіңіз бе? Солай алып тұр да бала. Сондықтан өте есейген бала деп қарау керек та, бір сана сезімі жетілмей қалған болады деп ойлау мүмкін. Балалық дегенді солай қарау мүмкін. Олай қарау болмайды. Балалық дегенді керісінше бұл жерде балалыққа, баланың деңгейіне түсу керек емес, баланың деңгейіне көтерілу керек. Сонда бұл өте жақсы көріледі да, жаңа өзіңіз айтқандай, кино көргендей. Баланың көз алдынан өткен ленталар ғой, ананың бәрі, оқиғаның бәрі. Осынысымен құнды да бұл. Баланың көзімен көре алғандығынан. Әйтпесе, мысал үшін былай ғой, ет өліп кетеді да, қоғамның жалпы қалыпты күнделікті, мысал үшін аварияға ет өліп алды қазір, мысал үшін. Зұлымдыққа да, сол сияқты зұлымдыққа да өз бір жерде нетіп алса, адам бой үйреніп алады ғой. Ал мынау ондай емес, мынау бірден секемшіл реакция беретін, өзіне ой қорытатын сондай бала да, бұл өте жаңа қабылдағыш. Сонда халықтың бір сана сезімі, ішіндегі жүрген иммунитеті сияқты қабылдауға болады да, ана баланың жүрегін. Халықтың жүрегі сияқты бір бүлінбеген, тап-таза баяғыдан келе жатқан. Солай қабылдар едім өз басым. Сосын кітаптың аты өте керемет шыққан. Құтты болсын, өте ол жаның бір елжіреп кетеді да бір жерлерде, анау енді. Өмір бойы күтумен келе жатыр ғой. Иә, сосын анау сіз өзіңіз қалай ойладыңыз, абай, мысалы түс деген нәрсені? Баланың анау түсіне келген кезде мен түсіндім, ол бала бұл дүниелік емес екенін. Аяғына жетпей. Өйткені оның бүкіл үміт сенімі күлпарша болатыны барлығы анық еді. Екінші жағынан оны ұстап тұратын ештеңе жоқ. Ол тек қана бір өлеусіреген бір жыр арқылы сол толқынды күтіп жүр, бірақ үлкендердің жалпы айналаны қараған кезде оның толқынның да келетін түрі жоқ, бәрібір көріп тұр бала. Сүйенетін ештеңе. Иә, сүйенетін. Сосын ол Сәлиманы көріп еді, Сәлиманың да өзін өзі құтқаруға ешқандай ол жерде бір ішкі тілегі жоқ та, былай қарасаң. Ол да бір бір қарманатында ештеңе қалмаған сияқты да, ана қызды жақсы көреді, өйткені өзінің қарындасы қайтыс болғаннан кейін бәрібір де бір балалық жүрегі сондай ғой енді ол. Сонда түсті, мысалы, сіз әдейі салдыңыз ба? Бір мән дарытқыңыз келді ма, астар бергіңіз келді ме? Ондай жазып отқан кезде аса бір ой болған жоқ. Өзіңіз түс көрдіңіз ба мүмкін? Жоқ, ондай да бір ерекше мистикалық ештеңе болған жоқ. Жалпы шығарманың бір бояуы қанық болу үшін, сендіру үшін деген сияқты тәсілдің бірі ғой. Таза әдеби, жаңа лабораториялық тұрғыдан алғанда түстің өзі көркем шығармаларда ерекше бір әсер етеді ғой адамға оқыған кезде. Кинодан көрсең де, сондықтан бұны бір керемет бір оймен емес, жалпы сол шығармаға қажет болып тұр, жазып жатқан кезде қажеттілігі байқалды. Сосын бір ерекше әсер беретін шығар, бояу қосатын шығар деген оймен алдым. Жалпы ана ауылды жазып отқан кезде менде ой болды, тым жұпыны ауыл, 5-6 үй отырған ауыл, шынымен де осындай ауыл болды ма жалпы деген сияқты енді бір жазып кетіп кенет күмәнданып қалатын кездер болады ғой өзіңнің дүниеңе. Содан Сергей Азимов деген режиссер ағамыздың «Жоқтау» деген фильмі бар. Аралдың тағдыры туралы түсірген өте керемет фильм. Сол фильмді көргеннен кейін қайтадан бекіттім, мен дұрыс алыппын деген сияқты ой болды. Өйткені ол кісі
80 жылдардың соңы 90 жылдардың бас кезінде түсірген ол фильмді. Ана фильм дегенде аралдың тағдыры өте аянышты, адамдардың кешіп жатқан өмірі, сүріп жатқан, бастан кешіріп жатқан жағдайлары өте жұпыны, өте аянышты. Ал енді біздегі оқиға кітаптағы ол 60 пен 80-нің арасы деп алғам шамамен. Ал негізі жаңағы ракетаның ұшырылуы, сынақтар ол әр жылдарда болған негізі. Бірақ енді шығарма үшін бәрін бір неге топтастыруға тура келді, бір жақындатуға олардың хронологиясын. Сондай дүние болды. Мысалы ана қамысты үстіне тастап балықты сақтау деген нәрселер, жалпы балық аулауға қатысты, балықтардың аты, балықтарға қатысты мереке дегендерді сіз өзіңіз балықшылардың қасына бардыңыз ба, жүрдіңіз бе, бұны қайдан білдіңіз мысалы осылар? Иә, қамыс деген мардан деп айтылады ғой, мардан тоқып балықты сақтайды. Мен жалпы шығармаға кірсем деп ойлаған кезде балықтың жайынан, теңіздің жағдайынан хабарым өте аз болды. Біздер енді аралдың жанында тұрғанмен, жаңа айтқандай, аралдың қатты білген жоқпыз. Дәл тағдырын несін. Кейін ғой енді өсейіп түсініп, сондай трагедия болғандығын біліп деген сияқты. Бірақ енді әкеміз айтып жүретін, ол кісі сол аралдан, арал жақтан, олардың аталары ептеп айтып жүретін. Жаңағы балықтың жағдайы, мен сол аралға 2 рет сапарладым. Жиынтығы 1 ай аралда жүрдім ғой. Бүкіл балықшылардың жанында, матростардың жанында, Қызылордадағы сол кезінде аралда тұрып, теңізбен тағдырлас болып, кейін Қызылордаға көшіп кеткен үлкен ақсақалдар бар. Сол кісілердің үйін жағалап деген сияқты өте ұзақ ізденістен кейін ол пайда болды. Жаңағы кітаптарды оқығаннан кейін сөйтіп кіргіздік. Аралға жақындай алдыңыз ба? Иә, аралға бардық. Жоқ, Возрождениеге жақындау ол жаққа мүмкін емес. Барса келместің өзіне баруға бізге рұқсат еткен жоқ. Мен қазан айында бардым, ол кезде жер батпақ ыбылжып жатады екен да, андай жол талғамайтын көліктердің өзі жүре алмайды екен, қиындық. Маған сәуір, мамыр айларында келгеніңіз ең дұрыс деп сөйтіп айтты. Бірақ сәуір мен мамырда сәт түскен жоқ. 2 жолда да сол күзде бардық, қазан қарашада. Бізді сол ауданның әкімі бар, ол кісі Аманжол Оңғырбаев деген кісі, журналист болған кісі, өзі кезінде қаламгерлерді жақсы біледі. Сол кісі анау теңіздің несіне дейін алып барды, өзіне дейін. Сөйтіп мүмкіндік болды, сәті түсті теңізді көрудің, кішкене сезінудің жазар алдында. Жадыра мынандай бір ракурстан қарап көрейікші, енді мына теңіз, су, енді бұған дейінгі әдеби шығармалардан біз Морской волкты оқыдық, анау айуандық жекелеген адамдардың, Джек Лондонның теңіз қорқауы, қандай сұмдық дүниелер көз алдымызда қазір. Болмаса кімнің теңіз жағалай жүгірген анау құрғақ жерге жету үшін жан таласып шырылдаған баланың үні Шыңғыс Айтматовтың әлі күнге көз алдымызда. 15 жасар капитандағы ана жас баланың қандай айуандықтармен күресіп тұрып ана жағаға жетуге, мына жерге Жюль Верннің жетуге деген ынтасы. Бағана ақ кеменің мысалын алыңыз. Бұл 19 ғасырдан басталған бір теңізге деген, теңіз жазуға деген жазушыларда бір ұлы бір күш болған. Қазір сол ракурс ауысты деп ойлаймын. Себебі теңіздер тартылды, сулар кетіп жатыр. Енді бағанаға теңіздің үстіндегі жасалатын айуан тірліктер бұл үлкен саяси ауқымда. Кәдімгі қолдан жасалған полигондар, болмаса бағана атом бомбалар, басқа дүниелер бүкіл жер бетін құрып жатқан. Яғни осы бір енді біз кімдерді оқыдық қой, бағана соңғы парыздағы дүниелерді. Ол кезде де теңіз бар еді. Қазір бұдан кейінгі енді қазақ әдебиетінде ғана әңгіме емес, бүкіл әлем әдебиетіндегі дүниелер керісінше сол суға қарай аңсар. Аналардікі құрлыққа аңсар болса, бұлардың енді бағана табиғаттың орында болуына деген аңсарға ауысатын секілді болып көрінеді. Және тақырыпты осындай да бір көзқарастармен қарауымыз қажет шығар. Себебі бағана кішкентай бала болсын, оны ұлт қазақ деп алып отырмыз, енді метафоралық көзқараспен қарап отырмыз ғой. Жалпылама кез келген бағана зұлымдық күштердің үлкен саясаттарға айналып жатқан уақытында біз бұл аралмен бағана Мираста жақсы айтты, аралдың өсіп тартылуымен тоқтап қалатын болса, осы құрбандыққа шүкір дейтін едік. Бірақ ол тоқтамайтын болып тұр.
Нагасакидің оқиғасы болсын, кезінде Семей ана Жапондағы секілді атом бомбалар, бұл алғашқы 100 жылдықта тоқтамайтын шығар. Сондықтан жазушыларға ғана емес, жалпы адамзатқа үлкен қауіп келе жатқанын осындай шығармалар байқатады деп ойлаймын. Енді сіздер осы төртеуіңіз, енді Абай автор ғой, жарайды, үшеуіңіз дейік. Үшеуіңізге ортақ бір сұрақ қояйын. Осы арал әр кезеңде әртүрлі көрініп жазылды дейік та, мысалы. Жаңағы Әбдіжәміл атамыз да басқаша ол деген сияқты да. Жаңағы Сайлаубай ағайда да бөлек деген сияқты. Енді әртүрлі жазылып отыр. Енді бірақ айналып келгенде бірінде балықшылардың тағдыры болып келеді, мысалы, екіншісінде теңіздің өзінің тағдыры болып келеді. Бұл жерде бір бүкіл дүниеге дейік, жүйеге дейік бір айтатын үлкен проблемалар бар да. Енді оны оқырман оқыды. Бірақ одан не өзгереді? Жалпы осындай біз үлкен мәселе көтереміз. Жаңағы кезінде адамдардың қалай, мысалы, адамның құны деген түкке тұрғысыз да. Маймылдарға тәжірибе, адамға сондай тәжірибе. Кеше мынау кәрістер, орыстар, қазақтар бірігіп қойған қойылымға барып келдік, мысалы. Жапондардың кәрістерге қандай нәрселер жасаған, қандай эксперименттер жасаған, сахнада көрсетіп жатыр да енді. Сонда қарап тұрсаң, бір халықтың бір халыққа көрсететін қысастығы, зәбірі деген нәрсені, ол деген үлкен нәрсе енді оның ар жағындағы. Сол сияқты мына жерде де сондай тәжірибе ғой. Медицина өзінің біз діттеген, күткен жетістігіне жеткенге дейін қаншама құрбандықтар болған ойлап отырасың, иә? Қаншама қателіктер болады сол бір нәтижеге жеткенше. Сол сияқты, мысалы, осы біздің қазақтың жерінде жасалғандығы. Енді осы шығарманы оқыдық, кейін оны Абай қайта айналып келіп басқаша жаза ма, жазбай ма, немесе басқа бір автор шыға ма, бұдан не өзгереді? Не өзгергенде мынандай дүние ғой, ұлттың басындағы әрбір шөкімде қайғы болса да, ол сейілу қажет. Кез келген жағдай, мысалға бізде желтоқсанның шындығы айтылмады деп айғайлаймыз да. Неге айғайлаймыз? Ол айтылғаннан кейін не өзгереді? Енді 40 жылдан кейін, биыл 40 жылдығы болады, 40 жылдан кейін қайтыс болып кеткен адамдарды жатқан жерінен тұрғызып соттамайсың ғой. Бірақ бағанағы ақиқаттар айтылғаннан кейін ұлттың ішіндегі бағанағы шері босап сала береді. Иә, ол түсінікті, желтоқсанға қатысты ол түсінікті. Желтоқсанға байланысты. Ал аралға қатысты? Мысалға, аралға байланысты да ақиқаттар бізде енді қаншама мәселелер көтерілді, айтылды, арал тартылып бара жатыр деді. Біз оның себептеріне тереңінен үңілген жоқпыз, біріншіден. Оның сыртында қаншама бағанағындай енді бұл экологиялық аймақ ретінде қаншама адамдардың тағдырын құртты. Мысалға, Семейдің шындығы бағанағы мутант болып кеткен, неше түрлі туған балалардың суреттерін жарылу арқылы өйтіп, кәдімгі ұлт ішіне бүйтіп қатқан кекті бүйтіп төгіп тастаған сияқты. Енді ол шығармамен болмаса да бағанағы қозғалыстыққа айғай бағана 90 жылдарда 89-дан 88-ден басталды ғой. Ана кешірім Бостаевтардың заманында айтылды. Сол секілді халықтың айта алмаған дүниесі айтылып шығу керек. Және ол бағана сыздауықтың жарылған секілді ғой, оны біздің Абай жарама, Абайдан кейінгі балалар жарама, ол негізі соның аузы ашылды деп ойлаймын да, одан ұлт жеңілдейді. Бағана желтоқсанда айтып отқан, желтоқсан шындығы айтса не өзгереді дегенде, біз әділеттілікті орнына кешіксек те келтірдік қой деген секілді. Ұлт өзінің соңғы сөзін айтты ғой деген сияқты. Бұл жазушыларға осындай бір көзқараспен қарасаңыздар деген елдің ішіндегі мұңды сейілтуші образында қарасаңыздар екен деген секілді бір пафосты ойлар келеді, бірақ ақиқат осы. Бір сипаты ғой ол енді шығарманың, көрдіңіз бе? Екіншіден ең дүниесі өнердің несі. Бұл жерде шығарманың миссиясы соны айту ғой, көру, соны көрсету, сол арқылы. Мысал үшін бұнда Мәметжаннан болсын, кімнен болсын жиренесің ғой бәрібір. Өзің соны қайталамауға тырысасың. Одан кейін ұрпақ. Ана трагедия, ол қылықтың бәрін көзін ашқан адамның көзі ашылады ғой. Мысал үшін көп дүниеге адамның көзі ашылады да, бұл жерде жүректің көзіне қарай бір табан жақындатады ғой ептеп. Енді 100% осы Абайдың шығармасы апарып тастайды деген сөз емес. Мысал үшін бұл
абайдікі бір біттей ғана олқылығын жабуы мүмкін, ашу немесе сіздің соны оқыған арқылы біттей бір клеткаңызды оятуы мүмкін деген сияқты. Сол ғой өнердің қызметі деп ойлаймын. Сол жаңағы шерін, ұлттың, адамзаттың шерін шағуы бір жағы болса, екінші жағы жиренуі, жаңағы ептеп болсын клеткаларын оятуы, яғни осындай дүниелер деп ойлаймын. Абай, мысалы, мынауға сұрайын деп отырғам. Сіз енді барып келдім дедіңіз ғой, бір ай сол жақта жүрдім дедіңіз да. Шығарманың ішінде анау көмір ұрлай беретін жігіттің үйінде қонақта отырады ғой, мысалы, бәрі. Ғалымдар отырады ол жерде, сұрақ болады, мынау теңіз қашып бара жатыр да, мысалы, ары қарай не болады деген бір уақыт мұңайып қалады. Ана баланың да айтатыны бар, атам айтатын, жал-жал толқындар осындай жерге дейін келетін, қазір ондай жоқ деп айтады да. Сол кезде анау Сәлиманың күйеуі айтады, Мәметжан, ол деген бір күнде тұрмаймын мен теңіз қаша кететін болса, болмайтын болса деп, мысалы, сол нәрселер. Бірақ бұнда ғалымдарда ешқайсысы да осының себебі, негізгі себебінде, сосын осы мәселені қалай шешуге болатын нақты ешкім жауап бермеді ол жерде де. Мысалы, жалпы бұған қатысты жауап жоқ. Бұл әлемдік тұрғыда жауап жоқ болуы мүмкін да, мысалы. Сіз көргенде теңіз қандай болды? Теңіз енді дәл жаңағы баяғы несімен салыстырғанда деңгейімен әжептәуір қашып кеткен ғой теңіз. Бірақ енді бәрібір қасына барған кезде үлкен бір су сияқты, үлкен бір бізге енді әлде анда-санда бір көргеннен кейін теңіз сияқты көреміз ғой. Дегенде барған кезде ойпырмай мына үлкен ғой, ана арнасының өзі кең қандай, мына жағадан ана жаға көз жетпейді деп айтсақ, сол аралдың жігіттері күледі оған. Ол кезінде мүлде қандай болған деп. Мынау 2009-2012 жылдардың өзінде арал өте қатты құлпырған екен. Біз жаңағы үлкен көлікпен кетіп бара жатқан кезде, УАЗ көлігімен, сонда айтады жаңағы, соның ішінде отырған жігіттер. Осы жерде теңіз жататын дейді 15-ші жылдары. 15-ші жылдар деген мына бергі ғой, бір әрі кетсе одан бері 10-ақ жыл өтті. Сен кіші арал бетін айтып отырсың ғой, иә? Сол мынау біз Бөген деген ауылдан ары қарай асып бара жатқан кезде, Қуаныш Жиенбай ағамыздың, Қаратереңде өттік, Бауыржан Омарұлы ағамыздың ауылдары ғой, содан асып бара жатқан кезде айтады, осы жолдарда қаулап шөп өсіп тұр, теңіз жататын 2010 жылдары, 12 жылдары дейді. Сол кезде мына Бөгенде үйін жаңаламаған балықшы қалған жоқ дейді. Балықтың тонналап түскендігі сонша ауылға өте керемет жағдай болған. Соның өзінде, ал енді қазіргі бір пұшпағы ғана шындап келгенде қалып тұрған. Осы ана Қуаныш Жиенбай ағамыздың бір шығармасы бар еді, ана қойма, іші мұздан толып тұратын қойма туралы айтатын бір шығармасы бар ғой. Сондай қоймалар бар ма? Жалпы балық түсуі қалай екен? Балықтың түсімі өте нашар қазір. Бізді 2 қоймаға апарды, балық сақтайтын, жаңағы балықты сол жерде қатырып, мұздатып, экспортқа жібереді. Ондай қоймалар бар. Бірақ азайған. Бұрын 2-ның бірінде сондай кәсіп болса, қазір санаулы адам айналысады. Сіз анда шуылған деген, мысалы, аңыз қылып айтып кетесіз ғой? Сол неден шығып жатқанын, кейін бала да түс көреді ол жөнінде. Бұны қайдан алып отырсыз? Шуылған жартасыз деген сол аңыз бар, бар. Жалпы аралдың айналасында нақты нәрсе ол теңіздің болғандығы ғана, теңіздің бар екендігі дәл қазіргі сәтте. Қалғандың бәрі меніңше аңыз өте көп. Мен естіген аңыздар өте көп болды. Қанша аңыз жинадыңыз? Арал тарихында 9 рет жаңағы тартылып 9 рет толған деп айтады. Біреулер жоқ, ол деген 12 рет дейді. Әркім әртүрлі айтады. Сондықтан жаңағы Бегім ананың аңызы бар сол жердегі. Ол бар, оның екі тәсіл несін салып отырсыз, нұсқасын, Санжар ханның. Басқа аңыздарды өзіңіз қалай шығардыңыз оны? Жоқ, шығарған жоқ. Бұл жердегі мен өзім ойдан қосқан нәрсе әу баста айтылатын ертегі ғана. Баланың. Мен айтқан ертегі мысалы. Жаңағы құстың баланы алып ұшып кететіндігі. Ол бір сол салмағын арттыру үшін сондай бір дүние керек болды. Ол әдемі шықты. Қалған аңыздардың барлығы сол өңірде болған нәрселер. Енді болған деп айтады, мүмкін халық өзі ойлап шығарды, немесе шындығында да болды. Ауыз әдебиеті. Ауыз әдебиетімен жеткен дүниелер ғой. Жаңа сіз басында айтып қалдыңыз ғой, Айшоқы деген нәрсе. Мен Арал теңізін көк теңіз деп алдым да атауын. Арал ауданын жалпы елді мекенін Айшоқы деп атағанды дұрыс көрдім. Өйткені бүкіл көркем шығармада бәрі де анау да Арал, мынау да Арал деген сияқты. Сондықтан бір айырмашылық білініп тұрсын. Сосын Ақтөбеге кіріп кетесіз ғой арасында. Өзі жақын ба ол? Жақын. Шалқар жағы. Тиіп тұр ғой Арал.
іргеде жатқан облыс қой. өзүм бармагасын соны ойлап жатырмын да. Арал мен Шалқар шекаралас жатыр ма? Айшоқыны айтқан кезде мен Жәнібекке айтқанмын, осындай жазып жатқан кезде шығарма. сексеуілдеген ауылдан ары қарай Ақтөбенің территориясы басталып кетеді. Иә, Қандыағаш, Шалқар, сол жақтар. Негізі біз Арал Қазалы неге жатады? Ақтөбеге көп барады. Ақтөбеге оқуға түседі, Ақтөбеге барғыштайды жаңағы балдар. Қызылордадан гөрі жақын. Тынымбай ағайды оқыған кезде Қызылорда Түркістанға өте жақын сияқты. Ол Жаңақорған Ал бербет. Иә, өйткені ана Сәмбіталдың маңында Түркістан қол созым жерде сияқты болады ғой. Сол жақта туған сондай кісі ғой, Жаңақорғанға бертінде келген ау деймін, бала кезінде көшіп келген. Енді сіздер авторларыңыз алдарыңызда отыр. Қоям деген енді сол жақта жүрсіздер ғой, бірақ эфирде қойылған бөлек болады да бәрібір. Қоям деген сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Мен мысалы Абайдан сұрағым келеді. Бұл деген қалай десек, адамның жетістігі, бір ойлап жүрген дүниеңді кәдімгі көңіліңдегідей қылып шығару деген нәрсе. Оны былайша айтқанда шыққан бойда біреулердің оқып жатқаны, талқылап, өздерінше мән тауып жатқаны деген өте керемет нәрсе болды. Дегенмен де қаламгерде күмән деген әр уақытта болады. Өзіне болады, жазып тастаған дүниесіне кейде бір жалпы біз тоқмейілсу дегеннен қашуымыз керек қой бәрібір де. Дегенмен енді сізден сұрайық. Жазып болдыңыз, міне шықты. Кейін бір басқаша ойлап қалған нәрсеңіз жоқ па? Ондай әзірше жоқ. Әзірше жақсы. Әзірше жақсы. Пікірін дұрыс деп қойсаңыз. Дайындығы жақсы болғандықтан ғой. Дайындығы жақсы. Негізі осы келіп отырған үш азамат, үш ағамыздың да Жәнібек енді бауырым ғой, өзім қатарымыз. Осы шығармаға тікелей қатысы болды, жанама қатысы болды деп айтуға болады. Өйткені мен басында әу баста жазып бастаған кезде Жәнібекке айтқам, осындай шығарма жазып жатырмын деп, жаңағы бірақ оқиға тұрғысынан, теңіз тұрғысынан, бір Айтматовта айтады ғой, ақ кемесіне ұқсайды деген сияқты. Сондай бар деген кезде ол күмәнді сейіліп тастаған. Ол жаза бер, онда тұрған не жоқ деген сияқты. Ол өзінше бір оқиға өрби келе, дами келе, ол басқаша сипат алады деген сияқты. Ол енді Жәнібек олай айтпаса да жазасың ғой, бірақ мәселе ол адамның қасындағы адамның кішкене серпін беруі, адамға тілектестік танытуы. Ал жазып жүрген кезде Қанат ағамызбен жиі сөйлесетінбіз, пікірлесетінбіз. Жазып болғаннан кейін бірден қолжазбасын Мирас ағамызға апарып тапсырғам. Еңбектері бар екен. Иә, сондықтан осы үш кісінде ең алғашқы оқырман Мирас. Мирас ағамыз оқыды, бірінші болып. Ол кәдімгі қағазбен шығарып алып беріп, қолжазбасын оқыған. Ол енді ол жауапкершілік қой. Ол кез келген жазушыда болу керек жауапкершілік. Лабораторияның титтей бір несін айтып жатқан. Дұрыс қой. Содан кейін өткенде Арманда айтты ғой, мысалға біраз адамға оқытқанын, ол да оқырман алдындағы жауапкершілік қой. Ал жаңағы бұл кітаптан ертең не аламыз, бұдан бір өзгеріс бола ма дегенге байланысты айтатын болсам, мысалы жаңағы Аралда туып өскен, Аралда кезінде тұрған, ата-бабалар тұрған адамдар оқыса, бұл жаңағы сағыныш, кез келген кітап, мысалға біз кейбір өткен кезеңдерді сағынған кезде, бір дүниелерді аңсаған кезде бір кітапты алып оқимыз ғой. Соның ішінде осы бар ғой, осы сағынышымды басатын дүние бар ғой деп белгілі бір шығарманы алып оқимыз. Мысалы жабыққан кезде, көңілденген кезде басқа бір шығарма оқимыз. Мысалы Абайдың кітабын толқын күткен баланы сол ауылдың айналасында тұрған, сол жерде сондай бір жаңағы бала кезде сондай жағалауда өткен адамдар, ересек адамдар оқырман оқитын болса, сол бұрын сағынышын басуға болады деген сияқты дүние ғой. Ал енді бұны жаңағы не айтамыз? Бұл ұлттың ғана емес, бүкіл адамзаттың трагедиясы деп айтып отыратын болсақ, бұны енді тек қана қазақ тілінде шықты, жақсы болды, құтты болсын деп қоя салмай, бұны енді Абай енді өзі жан-жақты дамыту керек деп есептеймін. Аударту керек, насихаттау керек, жақсы маркетинг жасау керек деп ойлаймын. Анау сумен кіндігі байланып туғандар бар ғой, Будданың өзі судан пайда болды дейді ғой, жаралып. Енді ана жерде шал айтады ғой, шіркін теңіздің иісі жұмақтың иісі ғой дейді, сондай бір жерлер бар. Өзі солай көремін. Енді біреулердің мысалы үшін бетпақдаланы алсаң да болады, тура осындай немен, ол су болу ғана емес, арал болу. Қаншама құрлықтар шөл болып кетті ғой, мысалы үшін оазис болып тұрған жерлердің бәрі. Сондықтан
мәңгі сағыныш адам мысалы үшін 100 жылдан кейін ол жерде қандай не болатынын білмейсің, бірақ мына шығармадан көп дүниені қарауға болады ғой. Енді оған Құдай біледі. Сондықтан бұл сезімі өшіп кеткен өлшеусіз дүниелер ғой ананың бәрі. Жаңағы халықтардың сол жердегі тұрған адамдар, олар суға байланған кіндігімен. Оларды ажырату жаңағы неден, олардың бәрі қалаға кетті. Былай қарағанда адамның сезімі, жаңағы аңсары деген ол ештеңе теңдессіз дүниелер, соның бәрін қайтарып, соның бәрін бір қопсытады деп ойлаймын мен. Мысалы көп дүниелер өліп кетеді ғой, балық шаруашылығы өлген сайын әрекеттер өледі, сөз өледі, сезім өледі. Қаншама дүниелер, осының бәрі құндылық деп ойлаймын. Мына туған жердің несі, табиғаты, соның мистикалық бір адамға байлап тұратын дүниелер болады ғой. Сол бала кезден естіген үн, көрген табиғат бәрі адамның ішкі психологиясына қатты әсер етеді. Содан мен бала кезімден 8-ші класста кеттім ғой. Содан қалалық болды, анда кеттік, мұнда кеттік. Сонымен құлағым бүйтіп тиіліп қалған секілді бір әуен естігісі келеді, бірақ сол жоқ. Содан ауылға барам, әрдайым бүйтіп естігім келеді, ести алмаймын. Бір балалық шақтың бір несін. Соны бір күні осы Алматыда сөйтіп бір құлазып дейді ғой, өзіңмен өзің сөйтіп жатқан кезде Тұрсынжан ағаның, Шапайдың анау аққудың қанатындай көз жасындай көлге тамған деп Несіпбек ағам екеуінің арман деген әнін тыңдап отырған кезде бағанағы құлақта бітеліп тұрған дүние ашылып кетті да не берді, баяғы тырналардың қиқуы, қаздардың қаңқылдағаны, бағанағы өзеннің аққан, таусуының рухани клетка деген сол. Клеткалар бағанағылар оянды. Менің Нарынқолдық екенім болмысымнан оянды. Мен баяғыда бір психологпен сөйлесем, ішкі әлеміңіздің бәрін жақсы біледіңіз дейді, не болып жатқан. Сонда осы дүние оянды. Бұл бағанағы Абайдың теңіз жайында, енді біз көл ғой, енді былай әлемдік немен қарасақ. Теңіз жайлы біздің қазақтың ішкі аңсары, сол жерде жан-баққандардың бағанағы ішкі бір дүниелерін қозғайды. Және ол қуаныш жағынан қозғасын, болмаса қайғы жағынан қозғасын, бірақ бәрібір бағана рухты психологияны бүйтіп қозғалысқа әкелу керек. Соған әсер етеді деп ойлаймын. Осы. Тынбай ағайын бір сөйлескенде айтып еді, осы 5-6 адамға оқытамын дейді да, сонда таң қалдым. Оқитын адамың болғанның өзі үлкен күшті нәрсе ол енді. Ой, қолым тимейді десе де, өзім бір нәрсе жазып жатырмын десе, өздері жазатын жігіттер ғой. Бұл деген тілектестіктен шығып жатқан нәрсе. Бұл керемет нәрсе. Біз әрине әрбір жақсы шыққан дүние үшін қуанамыз. Рахмет. Ол тек қана бір автордың емес, осы қазақтың прозасын, жалпы осы жазылып жатқан нәрселерді оқитындар жалпы көп емес екенін қай-қайсымыз да біліп, мойындап отырмыз. Әдебиет порталының көрермендері, осымен біздің бүгінгі Жансуысар бағдарламасының саны жазушы Абай Аймағамбеттің толқынды күткен бала повесін талқылауға арналды. Амандық болып, жақсылық келсін.